Бүгін біз қуырылған тұшпара дайындаймыз. Ол үшін осылай начинкасына ең алдымен картошканы қайнатып аламыз. Кейін тестасына кірісеміз. Оның үстіне осылай бір жұмыртқа, бір шай қасық тұз, бір шай қасық қамыр қопсытқышы, яғни разрыхитель, жылы су қосамыз, сұйық май қосамыз. Осылай барлығын қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Көптеген рецепттердің ішінде ең ұнаған рецепт осы болды, сондықтан сіздермен бөлісу жөн көрдім. Осылай тестаны илейміз жақсылап. Сосын 10 минутқа бетін пищевой пленкамен жауып қалдырамыз. Кейін начинкасына бағанағы картошканы пюре етіп езіп, үстінен бұрыш, тұз салып, осылай дайындаймыз. Кейін демалған тестамызды, міне осындай жұмсақ болады, алып 2-3-ке бөліп, осылай жаямыз. Қалаған формада кесеміз. Мен осылай кестім, қазір маған түйуге ыңғайлы болу үшін. Осындай қылып түйеміз. Мына жерде түйген видео дұрыс түспей қалған екен. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыз. Пельмендерді өзіңізге ұнайтын формада түйсеңіз болады. Мен осылай қарапайым пельмен ретінде түйдім. Начинкасына фарш қоссаңыз да болады. Пельмендерді осылай қызып тұрған майда қуырып аламыз. Өз асханаңызда пісіріп, отбасыңызды қуантыңыз міндетті түрде. Мен осылай тұшпараларды қызартыңқырап қуырып алған жақсы көремін. Дәмді болып шығады, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіз. Келесі видеоларда өзім заказға жасап жүрген фисташковый торт, муравейник, оригинал рецепттермен бөлісетін боламын. Пельмендер міне осындай болып шықты. Жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.